Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін қиярды помидордың согымен бастыратын боламыз. Ол үшін помидорларды жуып тазалап, осылай қиғаштап кесіп, ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Дәл осы видеода көрсеткендей қылып помидорларымыздың бәрін қиып шықтық. Ендігі кезекте тазалап, жуып, банкамызды стерильдеп алдық, крышкамызды қайнаттық. Соны енді қияр салып дайындаймыз. Астына хреннің жапырағы, укроп салдым. Енді жаймендеп 2-3 сағат суға батырып қойған қиярдың міне астын үстін қиып осылайынан жаймендеп банкіге сала бастадық. Банкіге ұзыннан тігінен саламыз. Менде 2 литрлік банка. Осы қиярларыңыз ішіне толығынан кеткенше, банкыңыз толғанша қиярыңызды нығыздап салып шығасыздар. Ендігі кезекте сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды қиярымызға құямыз. Осы қайнап тұрған су 15 минуттай бетін жауып қоямыз. Және қалған қайнаған суды мына помидорымыздың үстіне, помидорымыз толығынан батып тұрғанша құйып шығамыз. Сол кезде терісі помидордың жақсы алынатын болады. Енді блендерімізді дайындап, помидорымыздың терісін оңай алып, және де үрлеу жаңа бөлшектерге бөліп, жақсылап тұрып тартатын боламыз. Помидорды согын шығарамыз. Мен қысқа үнемі қиярды, помидорды тұздаймын, өте көп тұздаймын. Көп мөлшерде тұздаймын енді. Келесі көктем аяқталғанша жеп шығамыз. Бірақ именно осы помидордың согына тұздап көрмеппін. Бүгін бірінші рет тұздап көріп жатырмын, сондықтан тек қана аз порцияда ғана істеп көріп жатырмын. Достар, ал сіздер осы тәсілмен қияр жауып көрдіңіздер ма? Комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздерге қай тәсілі ұнайды? Рассол жасап құйған ұнай ма, немесе помидордың согына басқан ұнай ма? Және де егер видео пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосуыңызды сұраймын. Барлық помидорларымызды тазартып болдық. Енді жақсылап тұрып блендермен айналдырып аламыз. Көп уақыт алмайды, тез-тез майдаланады. Біздің помидорымыз дайын. Келесі кезеңде осы дайын болған помидорымызды осы рассолымызды қайнататын кастрюлемізге құйып аламыз. Және де қайнатамыз газге қойып. Мына суда тұрғанына 15 минут болды қиярлардың. Енді суымызды төгіп, ішіне 2 лавр жапырағын қостым, 7-8 түйір қара домалақ бұрышын қостым. Және де менде өте үлкен чеснок, сарымсақты енді мейлінше көп қоса беріңіздер. Турап-турап қостым мен. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық құмшекер қостым. Және міне қайнаған рассолды помидордың. Банкымыз толғанша помидордың суын құйып аламыз. Және де 1 шай қасық 70%-лық уксусный кислота құямыз. Сіздер енді бірден банкіге құйып жіберемін мен негізі, бірақ кейде осылай стерильдеп қайнатылған крышканың бетіне де құйып, кішкене айналдырып, сөйтіп барып та құямын. Осы әдіспен де құямын. Болды, енді банкымызды жақсылап жауып тастаймыз. Менің закрывашкам өте жақсы, өте прямо бір айналдырып жапқаннан-ақ банкым жақсы жабылады. Сіздердің закрывашкаларыңыз қандай? Енді банкаларын жауып болғаннан кейін банканы кішкене араластырып жібереміз, себебі банканың түбіндегі тұз, құмшекер жақсылап еріп кету керек. Құмшекер мен тұзымыз еріп кеткеннен кейін банкамызды төңкеріп, жақсылап бетін жауып қоямыз. 1 күндей тұрады, әбден суығанша. Менімен бірге дайындаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.